Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Әлемгүл. Бүгін сіздермен үй жағдайында бисквит дайындайтын боламыз. Өте қолжетімді әрі оңай дайындалады. Менімен бірге болыңыздар. Ол үшін бізге қажетті заттар: 5 дана жұмыртқа қажет. Жұмыртқамыздың сарысы мен ағын бөлек алатын боламыз. Және де өте мұқият болыңыздар. Ыдыстарымыз құрғақ болуы қажет. Себебі бисквитіміздің дұрыс шықпауы да соған байланысты болады. Және де жұмыртқаның сарысына қанттың жартысын саламын. Ал қалған жарты бөлігін жұмыртқаның ағына қалдырамын. Мінекей, миксеріміз өте құрғақ болуы қажет, себебі ол әсер етеді. Жұмыртқаның ағын жақсылап миксерімізбен араластырамыз. Қантымызды аз-аздан салып отырамыз. Мінекей, өздеріңіз көргенде қантты бөлшектеп салып отырамыз. Жұмыртқамыздың ағы дайын болып қалды. Мінекей, дайын болды. Қолға ұстап көрсеңіздер, осындай кілегей тәрізді болады. Және де табамыздан ешқандай да төгілмейді. Осындай кілегей дайын болды. Және жұмыртқаның сарысымен осылай кілегейімізді салып шығамын барлық. Салғаннан кейін аздап қана араластырамын. Және де бір кесе ұныма 2 шай қасық қопсытқышты салып, жақсылап ұнға араластырамын. Мінекей, өздеріңіз көріп отырғандай, ұнға толық ену керек. Және дайын болған ұнды үстіне саламыз. Аз мөлшерде салып отырып, төменнен жоғары қарай араластырамыз. Бұған ешқандай да миксердің қажеті жоқ. Қасықпен араластыра берсеңіздер болады. Мінекей, тағы да аздаған ұнымызды саламын. Және де төменнен жоғары қарай ақырын осылай араластыратын боламын. Және де төменнен жоғары қарай араластырған кезде қасығыңызда ешқандай құрғақ ұн болмаса, жақсы араласты дегені. Және де формамызды алып, дайын болған бисквиттің қамырын саламын. Менде бұл жерде 26 сантиметрлік форма, 22 сантиметрлік форма қолданатын болсаңыздар, бисквит үлкен мөлшерде көтерілетін болады. 180 градуста 15-20 минутта піседі. Мінекей, өздеріңіз көріп отырғандай бисквит дайын болды. Өте жұмсақ әрі керемет болып көтеріліп шығады. Мінекей, өздеріңіз көріп отырғандай, іші өте жұмсақ әрі дәмді. Менімен болғандарыңызға рахмет. Менің арнама тіркеліп, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.